Саламатсыздар ма көрермендер? Сіздерге бүгін бір жасағаннан шығатын өте дәмді әрі тез уақытта дайын болатын керемет осындай сочниктің жасалу барысымен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма қолдау білдіріп тіркеліп кетсеңіздер, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар, және де қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Ал ендеше сочнигімізді бастаймыз. Бізге сочникті дайындау үшін қажет болады шекер, қаймақ, бөлме температурасындағы сары май, разрыхитель, жұмыртқа, ұн қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Шекерді саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне сары қаймақты саламыз. Сары майымызды саламыз. Тағы да араластырып аламыз. Біздің смесіміз дайын. Енді үстіне аздап ұн қосып, разрыхительді қосатын боламын. Мен разрыхительді ұнның үстіне барып қосамын. Ал енді қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ұнды аз-аздан қосып отырасыздар. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Осындай қолға жабыспайтын, осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Енді бұны жарты сағатқа тындырып қоямыз. Қамыр тынып жатқан уақытта біз арасына қосатын начинкамызды дайындайтын боламыз. Кез келген үйдің творогы болсын, дүкеннің творогы болсын, соны қолдана берсеңіздер болады. Творогтың үстіне шекер қосамын. Жақсылап вилкамен немесе блендермен езіп шықсаңыздар болады. Егер творогтарыңыз қатты құрғақ болатын болса, үстіне бір ас қасық қаймақ қоссаңыздар болады. Мен құр творог пен шекерді араластырып жатырмын. Қатты сұйық болып кетсе де, біздің начинкамыз пешке салған кезде ағып кетуі мүмкін. Сондықтан барынша мұқият болыңыздар. Қатты сұйық болмауын қадағалаңыздар. Почти біздің творогымыз дайын, начинкамыз. Мінекей, ешқандай да ақпайды. Қатты қою да емес, қатты сұйық та емес. Менде творогтың өзінің аздаған суы шығып тұрғандықтан мен қаймақ қоспадым. Егер сіздерде қатты құрғақ болатын болса, қаймақ қосып жіберіңіздер. Қамырымыз июі қанды. Енді осыны тараздың көмегімен бірдей етіп барлығын бөліп шығатын боламыз. Мұздаған бір бөлігін мен алып қаламын. Бұл бетіне әсемдік үшін қажет болады. Барлығын теңдей етіп таразымен бірдей бөліп шыққан дұрыс. Мен 65-67 граммнан бөліп шығатын боламын барлығын.
Барлығын бөліп алдым. Енді осылай шарик жасаймын. Бұл біздің қамырымыздың тегіс біркелкі жайылуына қажет болады. Аздаған ұнның көмегімен қамырымызды жайып шығамыз. Ұн қолданбасақ, столға жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан аздап ұн қолданамыз. Осылай жайдым. Енді үстіне начинкамызды саламыз. Мен бір қасық толтырып саламын. Және де жан-жағына осылай жеткіземін. Аздап қана баспаймын, тек үстіне, творогтың үстіне жай ғана екінші бетін жабамын. Мінекей. Барлық қамырымызды осылай жайып, ішіне начинкасын салып шығатын боламыз. Тағы біреуін сіздерге көрсетейін. Бірінші барынша супақ етіп жаюға тырысамын, кейін аздап осылай жайып жіберемін. Толтырып начинкамды салып жатырмын. Екінші бетін жайдым. Үстін баспаймыз, бассақ творогымыз ағып кетеді. Осылай барлығын бүгіп шығатын боламыз. Міне барлығын дайындап қойдым. Бетіне сразу жұмыртқасын жағып алдым. Енді қазір оқтаудың көмегімен алып қалған қамырымызды жұқа етіп жаямын. Міндетті түрде ұнның көмегімен жаясыздар. Өйткені столға жабысып алынбай қалады. Бұл тестамен кез келген творожный пирог болсын, кез келген ішіне начинка салып, барлық пирогтың түрлерін пісіре аласыздар. Печенье де жасауға болады бұл тестамен. Сондай нәзік, өте керемет теста бұл. Арнайы осындай құралмен қамырымызды ойып аламын. Бұл бізге немізге творог сочниктің бетін әрлеуге қажет болады. Бұл міндетті емес. Мен өзім әсемдік үшін осылай ойып шығамын. Жұмыртқа жағып алсаңыздар алдын ала, сонда жұмыртқа жағып атқан кезде кейін жақсаңыздар, мынау гүліміз жылжып кетуі мүмкін. Сондықтан алдын ала жағып алыңыздар жұмыртқаны. Егер әсемдейтін болсаңыздар. Бұл піскен кезде өте керемет болып көрінеді. Дастарханда да әдемі болып тұрады. Кейін әрлеген неміздің үстіне жұмыртқа жағып жібереміз. Сонда шылтырап күшті болып піседі. Жасаған немді көрсетіп жіберейін. Мінекей осылай әдемі болып тұрады. Бұның үстіне аздап жұмыртқаны осылай жағып жіберсеңіздер, мынау піскен кезде қазір гүл болып, сініп әдемі болып шығады. Мінекей барлығын әсемдеп дайындап алдым. Енді 180 градуста 30 минут аралығында пісіріп алатын боламын. Мінекей біздің сочнигіміз дайын болды. Дәм дейтін өте күшті болып шыққан. Бір жасағаннан ақ шығады. Сіздер де менің рецептіме жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Мынау әлі ыстық болып тұр, сондықтан әлі творогы ішіне қатпаған. Сіздерге ортасын кесіп көрсетейін дедім. Дәм дейтін күшті болған. Суытып барып жесеңіздер өте дәмді.